Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен халва қосылған өте ерекше пирог дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқаға қант немесе бал саламыз. Жақсылап миксерлеп араластырамыз. Енді оған сұйық май және сары майды қосамыз. Араластырып, артынша езілген, яғни үгітілген халвамызды саламыз. Алдын ала елеуіштен өткізіп, оны және де розеткемізді саламыз. Жақсылап миксерлеп араластырамыз. Біздің теста осындай қоймажын қоңырқай түстес болады. Енді пергамент қағазымызға төсейміз. Пергамент көтеріліп кете бермей суға басыңыздар болады. Құйып, жан-жағына жағып, қызып тұрған пешімізде жарты сағат көлемінде пісіріп аламыз. Пирогымыз осылай қоңырқай түстес болып піседі. Өте керемет болады. Пирог көтерілмеуі мүмкін, бірақ оған еш мән бермеңіздер. Себебі біздің құрамында халва бар. Мен кішкене жерін дәмін көру үшін кесіп алдым. Оған еш мән бермеңіздер. Енді бетіне крем жақсаңыздар болады, немесе құр өзін жегенде өте дәмді. Мен осылай зубничкамен тесіп, қойытылған сүтті жағып шықтым. Сіздер қалаңызша крем жасасаңыздар болады, немесе сметана жақсаңыздар болады. Құр өзін жегенде өте керемет. Енді қуырылған күнжеттім жақсылап сеуіп шықтым. Өте керемет пирог болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліңіздер.